Ассалаумағалейкум құрметті көрермен, сен бірге Морбит арнасы. Бүгін біздер сен екеуміз челлендж ойнайтын боламыз. Қандай челлендж десең, қазір көрсетем, қазір түсіндірем бәрін. Бүгін біздер 10 минуттық видео қызықты YouTube'та қарайтын боламыз. Менде көріп отқандағыдай, қара мына 5 жизнь бар ғой, осы 5 жизнь менде болады и сенде болады. Кім бірінші күліп қойса, сол бір жизньді алып тастайды. Менің егер күліп қойса, мен бір жизнь алатын болам. Ал егер сен күліп қоятын болсаң, онда сен өзіңе есептеп отырасың. Видео соңында біз екеуміз есептеп, сен комментарий жазасың, қанша жизнь кеткен. Сондықтан екеуміз бірге челлендж өтетін боламыз. Күліп қойма деген челлендж. Білесің ғой енді. Көрген шығарсың видеоларда. Сондықтан лайк баста, ал ендеше біздер бастаймыз. Мынандай кереметті. Бұл видеода еще өте қызықты сондай моменттер болады. Ал кеттік бастаймыз. 1, 2, 3 ал. Қатты мына найзағай бір ұрған сияқты ғой, қараңғы топырақ қопарып жүрген кәдімгідей. Ал кеттік. Ноғалай өтті. Не, холодильник өзіме өзі ашып жатыр ма, или постанова ма екен? Базар жоқ, қалай көтеріп алған? Анау холодильник деген 80-100 килограмм болу керек, білмеймін енді қалай жасаған, бірақ мықты етіп жасапты. Короче, біз екеуміз күліп қоймау керек. Егер сен күліп қоятын болса, или мен күліп қоятын болсам, бір жизньіміз кетеді. Ал кеттік. Видеоның ең соңында комментарийді қарап шығамын мен. Кішкене күлкілі болдым, бірақ мен күлген жоқпын. Улыбаться етуге болады, бірақ қатты күлуге болмайды. Короче, кеттік. Өте қызық болды, негізі ана грузчикті адамның бүйтіп айналып бүйтіп. Жылан ба анау? Ондай случай болып тұрады күнде. Базар жоқ, ана асфальт ойлап қалам походу, көрдің бе? Базар жоқ. Жақсы, мен мына жерде күліп қойдым, енді так, бір жизнь алып тастаймын, қатты күліп келді, реально бар ғой. Так, бір жизнь кетті, ал менде 4 жизнь қалды, сенде білмеймін енді. Комментарий соңында жазасың. Ничего себе, рептилия ма анау? Базар жоқ. Нағара қалай мініп жүр. Мәсі құлап. Базар жоқ, прикинь. Анар маймыл нені бұл жерді стеклон, бірақ ештен болған жоқ, прикинь. Мықты. Нағара. Ноғалай өкпетті, шлангтың өзі жуып жүр ма? Машинаны түсінбей қалдым. Кім жуып жүр оны? Өтеке, қара. Базар жоқ. Анау, наверное, скорее всего, наверное, үстіне андай хромаки костюмге болған шығар, камера көрінбейді, егер хромаки жасап қойсаң монтажда. Мынау не? Скорый. Или қалай тегіз алмай қалған ба? Скорый что-то айдап жақсы айдайтын еді ғой негізі. Пожарный ма? Водительдерді айтам. Базар жоқ. Дөңгелекті барта столба бұрыр. Базар жоқ, көрдіңдер ма? Ит, короче, адам тұрған ғой, ит деген үріп, ит қарап, короче, күтіп тұрған ғой, пока адам көріп қалғаннан кейін бар үріп тұр ғой, ит деген. Базар жоқ, итті мықты дейм. Ничего себе, нағара. Мынау монтаж сияқты мен ойымша. Қалай ойлайсыздар? Екі аяқпен жүру деген білмеймін енді, монтаж сияқты, анау просто зеленый фонда киіп алған сияқты. Саған мынау есінде бар болса, осындай 1-2 жыл бұрын болған сияқты, по-моему, барлық Қазақстанда осындай су басып. Базар жоқ. PUBG-ма бірден ойнап отқан ғой, походу, мынау ала деген. Тесла ғой мына машина, саған. Торыз басы мұтып кеткен ғой. Екеу бірдеме айтып отыр ма құлағына? Так, мынау шиномонтажка, да? Бұл походу, ішіне, дөңгелектің ішіне давление мен ыстық ауа жиналғанда, оны салқын су батырып қойып, соның давление болады, кейде ондай болады. Менде тоже лобовой стеклом сынып кетті сөйтіп, тресілетіп, қатты жанған кезде. Ничего себе, мына қара. Прикинь, скейтбордта мысықты айналдырып қара. Базар жоқ, қара. Ничего себе, мысық мықты болып тұр,
бетім мыжып алған шығар, тырнақтарым мысықты айтам. Так. Базар жоқ. Мықты стабылдық. Рабочийлердің обедтер мұқ кеткен шығар енді. Қасқа қаншама уақыт дайындаған шығар ана. Неше 4-5 тағамдар дайындап. Мәс саған. Осы шаманы кейін лобовой стекло енді базар жоқ, енді бір 100-150 мыңға шығады шығар, ремонт ауыстыру бәрі. Я анау по идее тоқта деп атқаны, типа красный жанып тұр, типа тоқта деп атса анау бүйтіп шапаля құрған. Прикол от, негізі күлкім қатты күлгім келді, бірақ күлген жоқпын. Нормально. Өтті. Базар жоқ, мықты аяқпен жауады деген енді мощненький. Базар шибер. Нормально. Қатты күлгім келді, негізі бары, бірақ күлген жоқпын. Базар жоқ, пранк негізі. Балық жинап атқан ғаны, прикинь, целый день жинап атқаны. Бір толқын келді, 1 секунд шайтып жады, жинап атқан балықтар. Базар жоқ күлігі бады, бірақ қатты күлген жоқ, пока не засчитывается. Мәссаған, Алла сақтасын. Қатты жауын деп стеклосы сындырып алған, артқа өкініш. Еще анда недовольный кетіп бара жатыр да уже, амалсыздан. Базар жоқ. Покрышканың давление жаман негізі. Нені басында татыр. Түсінбей қалдық қо. Не ол? Монтаж ба не? Басындағысы түсінбей қалып что-то. Жақсы. Арғарай көрейік. Базар жоқ, қараған мысықты құтқарып алып, молодец. Айел деген лайк басындар достар, сол үшін. Кімнен қашып баратыр, а? Че түсінбей қалдым вообще. Кімнен машинадан қашып баратыр ма? Мәс саған. Потолоктан ит түскен қайда не болып кетті? Походу анау ремонт дұрыс жасамаған шығар, базар жоқ. Мына жерге знак қоймайсыңдар ма деп сөйлеп отыр ғой. Аяғым қара енді. Шлепкін балемынға сатылған шлепкін быт шықты деп айтып атқан шығар. Айбай, жаман кетті ма. Аяқ деген, мышца деген жыртылып қалды. Ана астында пол жуып отырмын, не істеп отыр ана уборщик деген дұрыс жасап атқан жоқ қой негізі. Адам не заниматься етіп жатыр, немен қалай жұмыс істеп атқан жерде аяқ астында пол жуа ма, зырғанатып көріп тұр ғой астында. Туылысып атқан көріп тұр ғой. Қасқа, аяқ бұт айырылған шығар енді. Екі аяғы. Арқарды қара, бұрыт қара, базар. Айбай, миллион кетті оу, примерно. Осы деген осындай вот инженерный, қалай инженерный решение болмағасын, яғни білмегесін, мамандық болмағасын. Тамақ алып батыр. Не алып баратыр, но? Бірдеме алып баратыр, қант па әлі, оның ба бірдеме алып баратыр. Мәс саған құйынды қарандар. Мен артта көрінбей атқан шығар. Азыр жоқ. Ничего себе, вот это мастер. Мастер, асықпап, реклама кетіп қалсын қазір. Так, кеттік ал. Жалғастырамыз. Базар жоқ, бана велосипедист мықты болды, негізі ұнады маған, қатты, бірақ күлкілі болған жоқ, бірақ бір жама эмоция берді. Мынау не, типа массаж ба, неден? Білмеймін, түсінбей ал, онда да бір может денсаулыққа пайдалы нәрсе шығар, білмеймін. Мәссаған, мынау не, май ғой? Мазут па? Мынау дейтін не қандай? Газ ғой, короче. Жердің астынан жиналатын газ ғой, газ. Мұнай шығатын жер шығар, наверное. На. Мынау. Мынау енді, мына жерде күлу деген енді қате болады шығар енді. Базар, өкініш. Істеп тұр. Майдың ішін түсіп кеткен ғой, қасқа. Кетті. Так. Картошка түсіріп алды да, күліп атыр ма?
мен саған жиып ал деп тұр ғой. Бірақ ол андай қалай андай күлкі емес, просто издевательский күлкі деген сияқты ғой. Өз-өзіме күлгенде тоже есептелмейді ғой. فاكر نفسه بطل اكشن لقى نفسه О, базар жоқ. تنزلوا على الارض Қара қалай ілініп شكلهم кетті. كده في المخازن Енді бұл случайность дегендей ғой. Так, شويه هوا طيروا نصف المخزن мен саған желді ұрам. Страшно желді ұрған ғой мына жерге. Завод үшін кәдімгі тасталқан سيخ шығар. الحديد المولع ده شكله мен مرعب саған авариялаған ғой, анау темір ғана походу, арматура шығаратын завод сияқты ғой. Білмеймін мынау не үшін шығарып қойған, мына Star Wars'тағы не ғой мынау персонаж. Так. Неге астына өтіп отыр? Мына жағынан бүйтіп аттап кетуге болады дейді ғой, по идее, неге? Мен саған типа мен суым көп ішіп қойды ма деп секір етер жүрген өзімен көрдің ба? Так. Базар жоқ, соңында нені алып кеткен ғой, бірден алып кеткен ғой, القطة короче. الشقية دخلت بالليل بوظت Мен саған дайындап қойған, мейрамға дайындап қойған бәрін түсірді, быт шығарып, мысық всегда солай болады енді. Мынау қалай іліп кеткен татыр, асқа көрмей қалдым. Қалай іліп кеткен анау? Столбаны іліп алған ба, не істеп кеткен? Не алып кетір анау? Мен саған артында не столбаны расчеттамаған, сонда датаға көрмей тұр ма, түсінбеймін بعد сонда. الخبطة والشرارة دي Бүкіл енді АТС бүкіл светсіз қалдырды ғой бүкіл ненің бәрінде. Адамдардың бәрін. بيرمي الزبالة بنفسه وبعدين يصور Так, نفسه мына وهو мусор بيشتغل. жинап жатыр сосын. Оны да түсінбей қалдым что-то. Мынау енді құлады енді. Қасында құлап жатқан үйдің қасында мотоцикл, нелер транспорттарын, көліктерін қоя ма екен? Оны түсінбей жатырмын, неге қояды? Көріп тұр ғой, құлайын жатқан. Мынау найзағай, короче, да, ұрғанда. Ондай осындай жаман ара. Специально жүгіріп жатқан сияқты, мне кажется. Өзінің иті сияқты, мне кажется, да? Қалай ойлайсыздар, достар? Мынау рекламаға өткізіп жібереміз. Так. العربية عمالة Лайк бастыр айтпақшы. اللي في الجو. Мынау керемет, достар, қараңыздар, радуга жасап отыр, көрдің ба? Енді бұл радуганы любой не жасайды, мысалға шлангты қоясың да, бүйтіп огород мысалы суарасың ғой, сол кезде бүйтіп шлангты бүйтіп аспанға шашатын болсаң, мына жағынан камера түсірсең, андай не шығады, кемпір қосақ шығады негізі. Жақсы негізі, мықты. الضابط الجدع ده Иттен қашып бара жатыр ма? Полицейский, мынау енді шын енді. Мә, саған сығып қалған ғой. Базар жоқ ұрып отыр ғой. Мына жер базар жоқ енді, күлкілі болды кән. Полицейский шыны көрініп тұр кән, постанова емес. Менде 3 жизнь қалды, ал сенде досым қанша қалды білмеймін енді. Комментария соңында көретін болам. Ал кеттік. Базар ұстап алған шығар, басып дүңк сөйткен ғой, жарды. Қолмен бұрып маула десе, мынау да кіріп кетті шығар сол тесікке. Мына да симай қалып прикинь. Базар жоқ, бір жизнь алып тастадық осы видео. Бұл отдельный видео есептеледі, бір видео сияқты. Қараңдар, осы қызық болды енді ішінен. كان نايم خالص Не істеп отыр? حطوا البنت Не في істеп ثلاجة отсыздар الورق қасқа? يهزر. Оны не холодильник салып а? Жарым ба? Холодильник ішіне салып отқан не? Кімнен тағайындап жүр бұл? Түсінбей жатырмын, достар, неге? Енді челлендж ба не бұл? Не үшін холодильник не үшін салып жіберді? Прикол салып отыр, айттым әне, көрдің ба? Не үшін холодильник салып отқан түсінбеймін. بصراحة حتى لو Андай пранкующий видеоларды қарау керек та негізі, достар. Андай елес болып, лифттің іші тығылып қалып, тесіктің астына атып шығады, сондай да челлендж жасау болады, достар. Қалай ойлайсыздар? Комментарий жазып кеттіңіздер. Мә, саған жауып қалды ғой, мен тастап кеткен, мен мына судың бәрін өзім тасиын ба деп тұр ғой. Примерно әйел адам. Или мә, саған лифт не істеп қалған? Күтшеш енді, қазір ашылады ғой лифт. Мә, түспе ішіне қазір лифт жүріп кетсе қадаласын ішіне. Мә, саған мынау бас істемейтін әйел адам сияқты, енді бас дұрыс жұмыс жасамайды. Опасны ғой, қазір жүріп кетсе кетті ғой.
өлесің ғой. Ту, субханалла, астағфирулла. Аллах сақтасын. Не істеп жатыр, Ал сіздермен бірге болған достар, Морбит арнасы келесі осындай челлендждерді көрсететін боламыз. Достар, менде 3 жизнь қалды, сенде қанша жизнь қалды, сен неше рет күлдің деп. Енді бұл видеода көбінесе күлу болған жоқ, бірақ енді қызықты видеолар, невероятный видео деген бар ғой, моменты сняты на камеру деген. Осыны астында қалдырып кетемін, мына осы каналдан алынды бұл видео. Сондықтан келесі бөлімдерде көрсек. Сіздермен бірге болған достар, Морбит арнасы келесі видеода көріскенше сау саламат болыңыздар. Комментарий жазып кетіңіз. Қанша сен неше рет күлдің? Мен сен комментарий қарап кететін боламын. Қанша рет сен жеңілген деген сияқты. Давайте сау саламат болыңыздар.